қазақ сары майдай сақтаған деп атады. Сол сары майды қарынға салып сақтайтын ежелгі аналарымыз. Міне бүгін таңертеңгі шай барысында осындай қарынға салған сары майға тап болдық. Дәмді екен, сондай балғын иісі. Егер каналға жазылмасаңыз жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Комментарийға жаза кетсеңіз, осы адам жөнінде толығырақ танысатын боламыз әрі қарата келесі видеоларда. Сонымен келіп жатқан наурызымыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қазағым. Келіп жеткен наурыз мейрамымыз құтты болсын. Мына жерде бір қазақтың ұлттық тағамдарының бірі бір қарын май тұр екен. Осыны видеоға түсіре алмай тұра алмадым. Осыны дайындаған адам айтып жіберіңіз ал. Ал міне мынау менің қарынға салып сақтаған майым. Біздер міне қалаға көшіп келсек те 15 жылдай болса да қалада тұрғанымызға мына өзіміздің бұрынғы ауылда тұрғандағы істеген өзіміздің сиыр сауып, осылай май қаймақ жасап, сол әдісімізді тастай алмай келе жатырмыз. Қолымызда үлкен кісіміз бар, жақсы көреміз. Сүт алып, сүт тартып, қолдың таза өзіміздің үйреніп қалған май қаймағымызды жасап, осылай үрдіс қылып келе жатырмыз. Жылда мен өзім осылай қарынға май сақтаймын. Қарынды тазалап, жуып алып, айранға салып қоямыз. Одан кейін кептіреміз, жуып. Содан кейін міне осылай жұқалтақ болып кепкен кезде ішіне шайқаған майымызды салып, толықтырып, сыртын сосын осылай бұрындары тұзбен үйіп тұстап, ол кезде холодильник жоқ, солай сақтайтын болған ғой. Қазір міне сонда да мен мына тұз бір жағынан мына қарынның дәмін алып кетеді, мына майға сіңбеуіне жақсы ықпал етеді. Сондықтан қазір енді біз морозильникке сақтаймыз. Мынау міне осылай жинап сақтаған майым. Бұндайды біз бұндай сақтаған майымызды көбіне 14 наурыз қазағымыздың көрісу күні, қазағымыздың жаңа жылы басталып келе жатқан, жылдан жылға аман есен осындай молшылықта жетіп отырайық деген арманмен жылдың соңында, жаңа жылдың басында осылай сақтағанымызды ашамыз. Міне мынаның бәрі өзімнің қолымнан шыққан дүниелер. Мынада басқасының да құрттар, ірімшіктер бәрі өзімнің қолымнан шыққан. Осылай жылда біздер осындай қолдың майын пайдаланамыз. Өте жақсы көреміз, денсаулыққа өте пайдалы. Сіздерге де осындай тілеймін. Қолдарыңыз қойдың қарны, шағын қарны, қоз емес, тоқтының қарны жақсылап жуып, айранға салып қоямыз, иісін кетіріп, одан кейін тағы жақсылап жуып, үрлеп, кептіріп, аузын байлап, далаға іліп қойып, кептіріп аламыз. Содан кейін осындай жұқалтақ болып кеткен кезде ішіне майын салып, аузын жауып, сыртына тұзын сеуіп қоямын. Ас болсын. Құтты болсын, денделі сау болсын, заманымыз бейбітшілік болсын, ақ мол болсын. Наурызға май жинап, қазақтың қарынға салған майын жинап, салып, дәмі тәтті екен. Дені сау болсын, жылына осындай мейрамнан мейрамға жете берсін. Аумин. Немере шөберелерінің қызығын көре беріңдер, бақытты болыңдар. Аумин.